Достар, қалдарыңыз қалай? Қазір Майкар Астана жаққа қарай баратым. Жаңа Чанган 75 плюс болса, соны жай көре салайын деп. Не машина, қанша тұрады? Может, менеджерлар өздерінің пікірлерін білдірсе, солар тыңдап деген сияқты. Ой, шамамен білем, 2 литр 1.5 деген модификациялары бар. Бірақ та сол жігіттер өздері жақсы түсіндіретін шығар деген ойда ғой сол. Сол жерге жеткен кезде қазір қосылайын қайтадан. Саламыз. Юниви 11 490. Да, подскажите. Я на видео снимаю, хорошо? На видео снимаю, хорошо? Все хорошо. Вас Да. как зовут? Артур. Артур, очень приятно. Меня зовут Аружан, я администратор. Вы ранее с кем-то работали? Нет, я хотел машину посмотреть. Впервые обучаетесь, да? Да. Хорошо. Кроссовер внедорожник седан. Ну, от 75 плюс. Какой комплектации? Не знаю, вы расскажите. Давайте менеджера позову, проконсультируем. Давайте, ага. Ага. Валикум ассалам. Артур. Да. 75 плюс туралы айтып бере аласың ба? Өзің бір қалай ыңғайлы. Сосын тиктокқа салып жіберемін, иә? Жарайды. Артур кімге қарастырасыз? А? Кімге қарастырасыз? Жалпы қарастырып отырмын былай. Кімге? Өзіме деп айтуға болады, я болашаққа. Көбінесе қай жерде жүресіз? Трасса, Қалада жүремін. внедорожье, часто шығып тұрасыз ба? Айта берсең болады, былай мен өзіме. Просто енді қараңыз, неге мен осы сұрақтарды қойып жатырмын? Себебі бізде 3 комплектация жүр. 3 комплектация по характеристикам және де электронный опция жақтарынан да әртүрлі. Мысалы бізде комфорт комплектация 1.5 передний привод. 2 передний привод люкс комплектация бар, және 2 полный привод бар люкс комплектация. Және полный комплектация, полный привод и двойка турбина. 15 290. 15 290 дұрыс. Ол самый полный комплектация. Бір айтып кету керек жайт. Интернетте Чанган CS75 плюс деп теретін болсақ, Чанган Auto.kz сайтын Google көрсетеді сізге. Сол сайтқа кірген кезде New 75 плюс деп, 75 плюс деп басамыз. Бұл жерде прайс-лист 2025 және прайс-лист 2026 деп жазылып тұр. Көріп тұрсыз ба? Енді прайс-лист 2025 деп басқан кезде тех комплектациясының бағасы 15 290. Прайс-лист 2026 деп теретін болсақ, бұл жерде тех комплектациясы 15 590. Оны сіз білуіңіз керек, жаңа салондарда 2025 жылғы прайстар ілініп тұр қағаз жүзінде. Сонда мына бастап комплектация мен соңғы комплектация айырмашылығы 1,5-2 литр полный привод сосын? Және де оснащение электроники, автоторможение, аварийное торможение, удержание полосы тек полный комплектацияда. Ал және де тағы үшінші экран пайда болады. Көре беруге болады да, параллельно? Ана жер кісілер көріп жатыр екен. Қарайыңыз қазір. Ананда қарасақ болады. Бола ма? Давайте. Жаңа бос болмағаннан кейін осы бар екен. Бұл уже полный комплектация. Өшіп тұр, иә? Аха, біз аккумуляторды өшіріп қоямыз. Және үшінші экран болады, уже полный комплектацияда. Бір экран, екі экран, сосын основной экран. Үшінші экран в основном карта, ойын и музыка ауыстыру үшін ғана керек болады. Қазақстанский сборкаларда, к сожалению, жаңағыдай YouTube, кинопоиск деген болмайды. Себебі это уже безопасно. Из-за этого у нас видео производить нельзя. Только прошивка істету керек. Оның прошивканы кім істейді, өздеріңіз істейсіздер? Біз істей алмаймыз, оны істейтін жерлер бар негізі. Оны жасаса гарантийный случайға ондай проблема болмайды. Жоқ, также олар да гарантияда тұра береді.
и олардан да сіз гарантия аласыз, если что. Көп адамдар Если қазір что, просто можно сбросить. қолдан істетіп жатыр ғой ана. Ну, жұрттар Жоқ, қабылдайды. ол русификация ешнәрсе жатпайды, ол жаңағындай именно прошивка приложения ғой, өздері жазып береді сізге. Ал русификация ол бізде заводтан келеді уже. Мына Және жерде қазафификация бар, қазақ тіліне де аударып қоюға болады. екі подогрев, астында осы жерде физический, мына жерден Руль подогрев. руль подогрев, мынау И лобовой лобовой подогрев, мына жақсы екен. А мына жерде үстін ашатындар. Аварийка, Не. свет қосатын. Ана бір комплектация көрген, мына жерде бүйтіп не сияқты бархатный ма или Ол бізде полный комплектация неде? Мына жерде ма? Светлый салонда. Сол қызық болып тұр маған. Так, мынау ғой, жоқ, хотя мына жерде жоқ. Бұл люкс комплектация. Полный комплектациясына ғана. Полныйда, да? Бұл двойка передний привод, бұл люкс на переднем приводе болып саналады. Сатылымдар қалай жақсы жүріп жатыр ма мына машиналарды? Жүріп жатыр, проблема болмайды. Бұрын просто біздікілер Toyota деп қоймайтын еді ғой. Енді былай ғой, 23 жылдан бері CS55 активно сатылады. Иә. Осы келгелі бері қазір Мынау модаға кетті ма? Бұның классы примерно Sorento, Santa Fe плюс Иә. сондай класста жүргеннен кейін бағасы да тиімді, 15 миллион 290. Иә. Kia Hyundaiға барсаңыз сіз 90 ғана аласыз. 90 мен Sportage'дің өзі 16-17 миллион. Жоқ, мынау қызығырақ мен өзім үшін да. Мына жерде зарядка қоюға болады, Беспроводной зарядка, подогрев, лобовой руль, және этот сиденье бәрі бар. Мен біздер осы жақында не алғанбыз үйге 55 новый кузовта андай монобровкамен бар ғой. Қытайдан алып келді. Иә. Почти осыған ұқсайды екен. Плюс-минус екеуі бірдей. Багаж, аккумулятор қосылмай тұр ғой. А он видел? Че? Шторка вот эта затягивающая. Который багажник. Это семиместный? Нет, это пятиместный. Сіз қосып қойдыңыз, а? Глубокие есть. Удобно, да? Мына жер ыңғайлы екен. Мына жерде мысалға 55-те мына жерге зат салсаң қозғалып жүреді бәрі. А мына жерде бүйтіп отдельно қоя беруге болады май нелерді. Сон жағынан жақсы екен. Осындай емедейді осындай. Биік зат орнатсаңыз, сөйге де болады. Уровень түсіре саласың. Ровный пол қылдыруға болады, немесе былай қылдыруға болады. Уже тереңірек болады. Мысалға бірдеңе сыймай тұрса бүйтіп астына түсіре салдым бұл. 15 сантиметрге. Мы думали, он семиместный, семиместный. Пятиместный. А какой чемпион семиместный? CS95 к сожалению нету в наличии. Салонда да жоқ, да, қазір? Қазір пока что да. Болашақта келу керек енді. Şimdi осындай машина 75 деген жігіттер түсіндіріп жатыр. Енді алғасын полный привод алған дұрыс деп ойлаймын. Осындай машина. Ау, Меню как у нас было. қайсысы мында ма? Өшіріп тастады ма уже аккумулятор? Здесь прямо русифицирован. Но светлое меню. А так 55 чанган айдайтындарға айтарым, айырмашылығы көп емес екен. Если мынандай средний комплектацияда алсаң, примерно плюс-минус бірдей екен. Даже ана наклейкалары бәрі ұқсайды екен бір-біріне. Бірақ мына светлый салон өте әдемі. Еще дизайны да күшті жасалған. Вообще, шын айтсам, мына материалдары бәрі білмеймін, мынандай бір дешевый машина деп айта алмаймын бар ғой. Бір өте жақсы, мынадаршы, сапасы өте жоғары. Строчкалары мына жерден өте жақсы. Қолда бір 15 миллиондай ақша болса, мен өзіме осы 75-ті алар едім, полный комплектацияда. Полный привод, автомат, не керек одан артық. Бәрі бар, крышасы мындай.
достар, енді осы видео бір 20 мың просмотр жинаса, онда мен мына Чангандан тест-драйвқа сұрайын машинаны. Сосын тест-драйвпен дұрыстап тұрып түсірейін. Сосын жаңа 2 литр қалай екен, полный приводтың переднийдан айырмашылығы біліне ма, білінбей ма деген сияқты мәселелерді көрсетемін. 20 мың просмотр жинасақ TikTokта немесе YouTube'та. Келесіде бір тест-драйвқа жазылып, полный комплектациясына айдап қарау керек. Соған мүмкіндік болатса, тағы да бір видео шығара салармын толықтыра. Қарағым келген осы машина. Жақсы рахмет қарағандарыңа.